Ассалаумағалейкум достар. Эфирда КТ подкаст Қазақ Travel платформасындағы. Бұл подкасттың артықшылығы дейік, бұл жақта открытый микрофон форматында жүреді. Жалпы осы көрермендерге пайдалы болсын деген ниетпен жасап жатырмыз. Бұл жақта кішігірім дін мәселесі, кішігірім бизнес мәселесі, жалпы бүкіл мәселелер қолданылатын болады. Барлығы ашық форматта болады. Бүгінгі бізде қонақта дінтанушы Еркінбек Шоқай мырза, сонымен қатар кәсіпкер Дидар Болтаев мырза. Бүгін енді открытый формат, бастай берсек болады. Ендеше Ереке, өзіңізден бастайық. Жалпы қазіргі таңда осы дін мәселесі бір шум болып жатыр да. Біреулер дұрыс деп жатса, біреулер бұрыс деп жатыр. Соған ойыңыз қалай жалпы? Основной сұрағанда да қазақ ол ата діні ислам ба деген сұрақ келіп жатыр да. Сіздер арабтардан алып жатсыздар деген сондай сияқты бір провокационный нәрселер кетіп жатыр. Соған қалай жауап берер едіңіз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді шын мәнінде қазір исламға қарсы пікір айтатын, жалпы мұсылманшылыққа тіл тигізетін топ, сондай бір тенденция өршіп тұр. Бұл тенденция ол менің ойымша жалпы табиғи тенденция. Ислам мен жалпы исламға қарсы тарап ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен келе жатқан құбылыс. Ал бізде бұл нәрсе неге табиғи? Себебі біз 70 жыл жалпы атеизмнің шаңырағының астында өмір сүрдік. Мәжбүр болдық соған. Атеизм, коммунизм, ол атеизм идеологиясы болды. Сондықтан олардың бүкіл қарсы жүргізген саясаты кезіндегі коммунистік партияның ол исламға, мұсылманшылыққа қарсы болды. Мешіттер талқандады. Болса да мысалы үшін мешітке баратын адамдардың жасын шектеді. Жалпы діндарларды, дін ғалымдарын қудалады деген секілді. Оны барлығымыз білеміз. Міне сол атеизмнің әбден өршіп тұрған уақытында тәрбие алған, сол уақытта әбден қалыптасқан идеология, менің ойымша мынау белгілі бір деңгейде тұншығып келіп, қазір енді бір іштен сыртқа өздерінің запырандарын лақтырып отқан секілді болып көрінеді. Біз дұрыс мұсылманбыз. Біз қарахандықтардың тұсынан исламды ресми дін ретінде қабылдадық. 12-11 ғасырдан бері біздің елімізде ислам негізгі дін болып, негізгі діни ұстаным болып келе жатыр. Бірақ енді бұл жерде бәрібір қоғам болғаннан кейін қазақтың бәрі мұсылман, исі қазақ мұсылман деп біз айтамыз. Бірақ жалпы кейбір алдыңғы түсініктерден немесе жолай қосылған атеизм секілді, коммунистік партияның идеологиясы секілді әртүрлі идеологиялық ықпалдардан әсер алған біздің бауырларымыз, қоғамның мүшелері жоқ емес бар. Сондықтан қазір белгілі бір деңгейде солар кәдімгі өздеріне бір мынау біздің мұсылмандардың тарапынан да бір заңға негізделген мықты жауаптар болмағаннан кейінде бір жүгенсіз кетіп баратқан секілді өздерінің агрессияларын, өздерінің жаңағы бұл енді провокация деп санайсыз ғой. Жалпы дініміз тарихта жазылған ол ислам діні. Да, тарихта жазылған болғанда біз жалпы 11-12 ғасырдан бері исламды дін ретінде ұстанамыз. Оған ешкім дау жоқ. Қарахандықтардың тұсында біздің дініміз ислам, ол ресми идеология, ресми дін болып, мемлекеттің діні болып бекітілген. Ол деген білеміз 9-10 ғасырларда екен. Ал бүкіл барлық қоғамның барлығы осы дінді кәдімгі өздерінің өмірлік принципі ұстанды деп әрине айта алмаймыз. Қоғам болғаннан кейін біреулері көбірек діндар болады, біреу азырақ діндар болады. Жалпы бірақ біздің елдің, ұлттың негізгі діні, ата бабамыз негізгі ұстанған
одан кейін мемлекет арқа сүйеген, мемлекет санасқан дін ол болса да ислам жақсы болды. ереке, жақсы жауап бердіңіз, толығымен прям ашып көрсеттіңіз. Енді дәке, сізге сұрақ, жалпы мынау қазір мұсылман адамның келбеті дейді. Мысалы сіз өзіңіз намаздасыз ба? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір намаздасыз. Мысалы сіздің ойыңызша мұсылман қандай болу керек? Мұсылман қандай болу керек? Қазіргі заманның мұсылманы қазір. Мысалы көп адамдардың ойында андай болуы мүмкін, сен дін мен мұсылмандықты бір шатастыратын сияқты ма деп қоямын да. Мысалы сен намаздағы діндегі адам болсаң, сені бір әулие көреді, немесе бір басқа радикалды ағымда деп ойлауы мүмкін да. Бірақ сіз жаңағы дініңіз ислам, кәсіппен айналысасыз. Сіздің ойыңызша мұсылман адам қандай болу керек? Менің өз жеке пікірім, мысалы жалпы деген бар, жалқы деген бар. Жалқы деген ол әрбір адамға тиесілі бойындағы бір қасиеттері бар. Әр адамда бір-біріне ұқсас адам болмайды. Әр адам әртүрлі. Мұсылман адам, менің ойымша, ол барынша мейірімді, қоршаған жан-жағына қамқор, қасиеттері бар, Алланы танып білген адам. Алланың жолында жүрген адам. Жақсы. Сіздің ойыңызша қалай ереке? Қазіргі мұсылманның келбеті ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Жоқ, енді былай ғой. Ол қазіргі мұсылманның келбеті, бұдан бір ғасыр алдыңғы мұсылманның келбеті, ол принциптер өзгерген жоқ. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәуіріндегі бекітілген принциптер, жалпы мұсылманның құндылық ол өзгермейді. Құндылық ол әрдайым бірге жүреді. Мысалы, қазір дәкең айтып отқан мейірім, ол қияметке дейін мейірім. Адалдық ол қияметке дейін адалдық осы ғасырда адалдық болып тұрады да, тура сол адалдық ертең мысалы үшін басқа бір құндылыққа айналып кетпейді келесі ғасырда. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бекіткен принциптер бар. Мұсылман адам кім дейді? Мұсылман адам мән сәлимәл муслимуна мин ядихи ва лисанихи дейді. Принцип осыдан кету керек. Мына дәкең айтып отқан дүниенің бәрі осыдан кетеді. Яғни ол кім? Басқалар оның тілі мен қолынан аман сау. Яғни оның тілінің, қолының зияны ешкімге тимейтін адам. Бұл деген сөз, демек ол пайдалы адам. Ең бірінші кезекте ол өзінің отбасына пайдалы. Ең бірінші кезекте. Жан-жақты, бала шағасына пайдалы, туыстарына пайдалы, достарына пайдалы. Зиян тимейді, пайдасы тисе. Тимесе, онда ешқандай ол тек өзімен ғана шектелуі мүмкін. Бірақ ең басты мұсылманның қасиеті ол ешкімге зиян тимейді. Демек, ол мейірімді жан-жақты. Демек ол жанашыр. Біздің дінді не деп таныстырады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте анық таныстырады. Дін ол насихат дейді. Мен көп хадистерді, басқа мысал үшін нелерді қарап тұрасың ғой, дінге анықтама берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бас артық бұл дінді бізге ешкім түсіндіріп жеткізе алмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы бір дүние шықса, оның негізгі авторы, жаңа соның идеяның иесі, одан артық оны ешкім түсінбейді. Сол секілді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның діні. Яғни Алла тағала оған жүктеді, жеткіз, түсіндір деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дін ол насихат дейді. Дінді еш жерде, мен қайта айтам бұны, намаз, дін ол ораза, дін ол қажылық деп таныстырған жоқ. Дін ол насихат деді. Насихат деген не ол? Насихат, жәке, менің сізге насихатым, сіздің маған насихатыңыз, демек, менің сізге жанымның ашуы, бір жақсылықты қалауым, сіздің маған жақсылықты қалауыңыз. Бірақ қазіргі таңда мұндай болады. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол шынайы момын мұсылман, ол бұдан 10-14 ғасыр бұрында, қазір де солай болу керек. Ал енді мынау заманауи кейбір мысалы технология дамып жатыр, заманауи мысалы талаптар пайда болып жатыр. Оның барлығы осы принциптердің аясында ол мұсылман адам бойына табылу керек. Мұсылман адам әрине әлеуметтік желіні білу керек. Жаңа біліммен бөлісу керек деп жатсыз. Бірақ насихат демекші қазіргі таңда мысалы дінге өз еркімен келіп жатқан адамдар көп та. Мысалы Алланы танып, пайғамбарын танып,
құлшылығын жасап жатқан адамдар. Бірақ жаңағы сіз айтып отырсыз насихаттау деп. Мысалы қазіргі таңда сен біреуге барып айтып көрші, там, сен намаз оқу керексің, сен құлшылық ету керексің, сен ананы істеп жатсың десең, сразу атылады адамдар. Вот, сіз мысалы үшін жеке қазір насихат дегенді мен айтып отқан өзінде дұрыс түсінген жоқсыз. Соны халықтар Насихат деген жанашырлық деп отырмын. Соны қалай жанашырлық, мысалы үшін насихат деген ол түбінде насихат деген жанашырлық, яғни сенің бауырыңа өзіңе жақсы көргенді оған жақсы көруің насихат сол. Түсіндіңіз бе? Сондықтан мысал үшінге қазір мына шайды мен өзіме жақсы көрдім, осы шайды ішуді мысал үшінге. Сол шайды мен өзім ішуден бұрын бауырыма да ұсынуым. Вот міне насихат. Яғни оған да осы шайды мен өзіме жақсы көрдім. Осы шайды ішіп, тамағым жібітіп отыруды, жаке, сізде шай қалайсыз ба деп. Қаламайым десеңіз, онда өзіме. Қалайым деп тұрсаңыз, онда бірінші сізге құям, сосын барып өзіме құям. Біздің дінімізде ешқашан эгоизм деген дүние жоқ. Біз біріккен үммет деп есептелеміз. Біздің дініміз қоғамның діні. Дұрыс, жеке адамдар амал етеді, бірақ қоғамды ұйыстыру керек, ұлтты тұтастыру керек, үмметтің басын біріктіру керек дін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ешбір момын мұсылманның өзіне жақсы көрген дүниені басқаға жақсы көрмегенше иманы кәміл болмайды дейді, ауыр айтады. Демек, насихат деген ол біреуге сенің жақсылықты қалауың. Ол жақсылық мысалы үшінге ас болуы мүмкін. Ол жақсылық бір ақыл кеңес болуы мүмкін. Бір бизнестегі мысалы үшінге оған көрсетіп жіберетін қолынан келсе қамқорлығы болуы мүмкін. Ал егер мысалы мүмкіндігі болып тұрса, ол тыңдап тұрса, тыңдар құлақ болса, онда ақылмен кәдімгі біреуге ескертуі болуы мүмкін. Жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады. Унсур ахака залиман ау мазлума дейді. Сен бауырыңа ол залым болса да, ол мазлум болса да, яғни ол зұлымдық жасаушы болса да, көруші болса да, сен жәрдемдес, оның жанынан табыл дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұрыс, біз мазлум болса, зұлымдық көріп отырса, барып көмектесеміз, жанынан табыламыз, қамқор боламыз. Ал ол залым болса, қалай көмектесеміз? О Алланың елшісі дегенде айтады, залым болса, оның қолынан ұстайсың да, зұлымдығынан тоқтатасың дейді. Тоқта деп. Міне оған сенің көмектесуің, жанынан табылуың сол дейді. Жақсы, оны түсіндік. Бұнда енді келесі мұндай сұрақ, жаңағы сөздің арасында енді қажылық турасында айтып жатырсыз да, мысалы қазіргі таңда көп адамдар умра мен қажылықтың айырмашылығын білмей жатады, жаңағы үлкен қажылықтың. Сол кез келген мұсылманның ол парызы ма, сол айырмашылығы неде, сол жағынан айтып өтсеңіз. Енді бірінші қажылыққа тоқталайық. Қажылық, Алла Тағала Құран кәрімде дейді, «Валиллахи алян наси хиджул бейти ман истата'a илейхи сабила» дейді. Бұл қажылықтың парыздығына, міндетіне байланысты ең бірінші негізге алынатын аят. Яғни, адамдардың мойнында Алла Тағаланың ақысы болып бекітілген қажылық бар дейді. Яғни, Алла Тағаланың үйін барып зиярат ету, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен шарттармен барып құлшылық рәсімдерін жасап қайту дейді. Кімге? Шамасы, мүмкіндігі жеткен адам. Яғни, оның мүмкіндігі мал мүлік жағынан, қаражат жағынан, денсаулық жағынан, қауіпсіздік жағынан мүмкіндігі болып тұр ма? Онда баруға ол міндетті. Бұл парыз өмірінде бір рет. Бұны біз ауызекі тілде үлкен қажылық дейміз. Үлкен қажылық. Ауызекі тілде үлкен қажылық. Шын мәнінде қажылық деп аталады бұл. Ал енді екінші тағы бір зиярат бар. Қажылық тағы бір мәселе. Қажылық, үлкен қажылық, яғни парыз қажылық, ол белгілі бір күндерде ғана орындалады. Биыл мысалы үшінге Зүл-Хиджа айының 8-ші күнінен басталады оның амалдары. 12-13-ші күн, 5-6 күн жалғасады ғой Зүл-Хиджа айында. Сол 5 күнде мысалы үшінге биыл үлгере алмаған адам бітті, кешікті, келесі жылға оны орындайды. Ал умра ол ондай емес. Умра деген ол парыз емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орындаған сүннет зиярат. Яғни Алла Тағаланың үйін, Каабаны зиярат етіп, сол жерде 2 амалдар орындалатын. Болса да барғаннан кейін таваф болады, одан кейін саи болады, одан кейін тавафтан кейін намаз оқу болады, одан кейін саи болады, саидан кейін барады да шаш алдырады. Болды.
ол сонымен айналдырған бір 2-3 сағаттың ішінде ол зиярат бітеді. Бұл бірақ умра парыз емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннет қылған, мүмкіндігінше барыңдар деген, умра мен умраның арасындағы алла тағала күнәларды кешіреді деген, умра көбірек жасаған адамға алла тағала береке береді, алла тағала оны кедейліктен құтқарады деген секілді хадисте. Сауапты амал. Бұл бір жағынан умра деген үлкен қажылыққа дайындық. Неге? Себебі үлкен қажылықтың уақытынан басқа уақытта, қай уақытта болса да, кез келген уақытта. Мысалы, үлкен қажылықта қазір тек қана біз сол жаздың ояқпайғанда бара аламыз. Ол уақытта қазір ол жақта ауа райы өте ыстық. Демек, біреулер мысалы үшін денсаулығы көтермейді. Ол алла тағаланың қасиетті жерін, Кағбаны барып зиярат ету. Кағбаны жай ғана қарап тұрғанның өзінде құлшылық. Кағбаны жай қарап тұру, Құранға жай қарап тұру қандай құлшылық болса, сол секілді құлшылық. Ол жерде дұғалар қабыл етеді алла тағала. Сондықтан үлкен қажылыққа мынандай ыстық маусымда бара алмайтындар барып солай өздерінің руханиятын арттыруға және бір үлкен қажылыққа дайындық жасауға, сонымен қатар ол жерге барып бір дұға етіп қайтуға, дұғалар қабыл болады. Сондай алла тағаланың бір біздің шариғатымызда берген мүмкіндігі деп ойлаймын. Жақсы Ереке, рахмет. Толығырақ позже тоже тоқталамыз. Енді Даке, сіз алдында умраға барып келдіңіз, иә? Сол умраға барғандағы сезіміңізді айтыңызшы. Мысалы, сіз бірінші рет бардыңыз, Кағбаны көргенде қандай сезімде болдыңыз? Кағбадан кейін өміріңізде қандай өзгерістер болды? Негізі ол барған мен поездкам үлкен трансформационный поездка болды. Себебі негізі қызық бардым. Инстаграмнан қарап отырам, шығады 555 мың теңгеге умра деп. Аламын да соған жазылам. Сөйтіп мені апару керек адамды кішкене созып жібереді да, басқа командамен барам. Ол жерге мен ешкім дайындаған жоқ, неткен жоқ, сабақтарынан қалып қалам. Сөйтіп неге барамыз? Медина арқылы емес, екінші жақ бар ғой, сол жақпен баратын. Қай жер еді? Кувейт арқылы ма? Жидда арқылы барамыз. Сол жақта оқитын намаз бар екен. Ол намазды қалай оқитын, маған тәртібін ешкім түсіндіріп берген жоқ. Сөйтіп солай барды да, әйтеуір анан ютубқа қарап сөйтіп бірдеңке үйреніп. Бірақ ол жердегі қандай сезім болғаны менде көбіне алла тағаланың сенің әрбір сәтіңде қасында екенін шүкіршілік еттім. Кез келген менің қалаған арманымды алла тағала орындап беретініне шүкіршілік жасадым. Мен кешірім сұрайды дейді ғой, мен жүрген кезде тек қана рахмет айтып жүрдім да, каждый сәтіме, каждый уақытым шүкір. Рахмет. Өйткені солай өткіздім да енді. Өзінің тәртібі бар ғой, айналған кезде, Кағбаны айналған кезде Раббана атинен айттым, одан кейін Кағбаға сәлем бердік, одан кейін сосын өзің неге кезде благодарность болды, шүкіршілік болды Аллаға деген. Кез келген менің ойымда қалаған нәрсемді алла тағала маған бүйтіп. Алланың сансыз мейірімді екеніне көзіне жетті ғой. Ал сол умраға барып келгеннен кейін өміріңізде қандай өзгерістер болды? Бізде былай болды, оказывается, мен көп нетемін ғой, психологтармен жұмыс істейсің, проработкалар жасайсың. Сөйтіп менде өзімде бала күнімізде енді біз қатты қиналып өмір сүрдік қой. Сол кезде менде андай не болыпты, реніш болыпты бедностьқа. Почему они, мен түсінбейтін басқалардың әке-шешелері жұмыс істеп жатыр, ақша тауып жатыр. Неге деп деген сұрақ бала күнімнен қойды. Қалай деп, не басқалар сияқты өмір сүрмейміз енді. Сөйтіп сондай бір ойлар бала күнде келеді ғой. Сөйтіп менде кішкене осуждение болыпты. Осуждение қалай қазақшасы? Айтыңыз, осуждение. Айыптау болыпты, бедностьті. Бедный адамдарды айыптау болыпты. Жазғыру болыпты кедей адамдарды. Өзім сондай адамдардың тарапынан өскеннен кейін, сосын мен ол жаққа барған кезде көзім ашылды да. Детская травма деп қазір. Детская травма. Сөйтсем көзім ашылды да. Олар кедей емес екен ғой. Мен эконом класспен барам. 4 адам жатады. Негізі мүмкіндік бар ғой енді баруға ше. Сонда арнайы сол жерге бір эконом класспен барғандай болдым да. Мен қарап ана кісілердің әңгімесін тыңдаймын. Біреуінің байлығы ол әжесі екен.
әжесінің максимально сол кісінің жағдайын жасап, бір кісінің байлығы ол Құраннан аяттар екен, аяттар жинап жүреді екен бар ғой, андай аяттарды жаттап қай аят қандай екен деп. Бір кісінің байлығы ол деген отбасы екен. Немен жүреді, пойызбен жүреді, айтады, менің әке-шешем бай болған дейді. Ол қырғынбай болған, бірақ өзіне бір мен түсінгенім бойынша өзіне кішкене көңіл жетіспей қалған сияқты да. И сөйтіп оның мақсаты мал тауып, ақша тауып емес, өзінің жұмысын істеп жүреді де, бірақ бала шағасына, отбасына көп уақыт бөлу. Олардың құндылықтары бөлек екен, запростары бөлек, байлықтар. Сол кезде мен ғана түсіндім, что бедности не существует. Бедность ол иллюзия екен ше. Просто адамдардың өзінің ценностері бар, Алладан сұрағандары бар, Алла тағала солардың сұрағандарын солай қылып береді екен да. Олар егер өздерінің сұраныстарын, запростарын өзгертетін болса, Алла тағала басқалай қылып береді екен да. Шынайы құндылықтарды түсінетін жер умра дейсіз ғой. Сол кезде орын-орнына келді. Мен сол кезде сол осуждением кетті, айыптауым кетті. Одан кейін екіншісі мен таң қалған Медина қаласына барған кезде. Медина қаласына барған кезде жасаған бір күнәларың бар ғой, картинка көз алдыма келе береді. Анан біз кейбір кезде кешірім сұрайсың ғой, Алла тағаладан тәубе етеміз дейсіз, кешірім сұрайсың, бірақ картинка келмейді да көз алдыңа. Ана жерде Медина қаласында картинкалар көз алдында болып жатқан нәрсе сияқты көз алдымда тұрады да, оны көремін да, Алладан кешірім, Алла тағаладан кешірім сұраймын, өйткені түсіндіріп айтады сол жердегі ұстаздарымыз, ол жерде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның несі бар деп. Нұры сақталған. Содан кейін сондай енді не болды, өзіме бір сондай трансформация болды, өзгерістер болды. Жақсы әке. Иншалла қабыл етсін Алла. Ереке енді былай первобытный адам дейді ғой, бірінші рет барғанда сізде өзіңізде қандай сезім болды? Не сезіндіңіз барған кезде? Қағбаны көрген кезде өміріңізде не өзгерістер болды одан кейін? Бірінші рет барғаным бұдан көп болып кетті. Бұдан бір 21 жыл бұрын бардым, алғашқы барған. Өзі студентпіз. Қағбаны көрген уақытта бір ғана нәрсе есімде, көзімнен жас тоқтаған жоқ. Соншалықты сағынышпен болады ғой, бір қатты бір нәрсені жақсы көресіз, соны сағынасыз, көргіңіз келеді, жанынан табылғыңыз келеді. Сөйтіп оған жеткен уақытта қуаныштан, жаңағы әсерден алған, сіз көз жасыңыз тоқтата алмайсыз. Менде ең бірінші барған кезде солай болды. Бірақ сол әсерді мен кейіннен барып жүрміз ғой енді, Құдайға шүкір. Кейіннен барған зияраттарда мен қазірге сезінеміз ба? Ол әсерді жоғалттым. Себебі неге? Себебі енді ол алғашқы кездегідей бәрі болмайды. Ең бірінші барған уақытта сондай бір әсер болды менде. Ал өміріңізде не өзгерді сол барып келгеннен кейін? Қандай бір өзгерістер, жетістіктер, Алланың бір ақиқатын сезініп, өмірге деген көзқарасыңыз өзгерді? Енді сөздің ашығы, біз шариғат оқып жүрген мамандарымыз ғой енді біз. Өзі студент болдық. Сондықтан ондай біз мына дүниенің ішінде жүрген, дүниенің шаруасымен айналысып жүрген адам болмағаннан кейін ондай қатты өміріміздегі өзгерістерді рухани тұрғыдан мен байқаған жоқпын. Бірақ рухани тұрғыдан. Мен барған кезде, жаңағы әсер әліге дейін мен есімнен шықпайды, ол әсерім. Сол болған жағдай менің басымда. Бірақ біз таңертеңнен кешке дейін оқитынбыз, шариғаттың кітаптары, кешке дейін Құранды зерттейміз. Одан кейін Құдайға шүкір намазымыз 5 уақыт мешітте. Енді шариғатты оқыдық, Ливанда оқып жүрген кезде алғашқы мәрте мен бардым. Ливанда, араб елінде оқығам, бакалаврды. Одан кейін апта сайын мысалы барып ұстаздарымызға ижаза Құран тапсырамыз. Енді бір ғана нәрсені мен айта аламын. Умраға барып, умрада сол Каабада құлшылық жасап, тауап жасап, Мединаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям зиярат етіп келгеннен кейін өзгеріс болған нәрсе, ол ары қарата шабыттандық біз. Мынау білімді алуда, одан сайын шариғаттың ілімдерін меңгеруге деген біздің құлшынысымыз, шабытымыз одан сайын артты. Шын мәнінде ықыласымыз артты деген секілді. Мен қызық тоже историяны айтып берейін. Осы жақында барып келдім, Алланың қалауымен. Алдында мен дінді білем, мұсылманмын деп жүрдім, бірақ 5 уақыт намазды болған жоқпын. Сол Алла тағала құлшылық түсіндім, бір әрекет етесің,
әрекет етесің, бірақ бір нәрсе жетіспей тұрады, оны түсінесің. Бір нәрсе жетіспей тұрған, бірақ білмейсің. Бірақ тоже білім алып жүрсің, ар жақтан психология, мысалы энергокоучинг бар, ментальный білімдер бар, кәсіби білімдер бар, аласың, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Мысалы, как будто бір мозаика бар, бірақ оның фундамент жоқ сияқты. И сөйтіп 2 рәкат намаздан бастап жүремін, нәпіл намазын оқып жүремін, и бір намазымда сұраймын да, я Аллам өзіне жақындатшы мен, что-то менде не то деймін да, короче, ішімде что-то мен масштабқа шыға алмай жатырмын деймін. И Алланың қалауымен осы Қазақ Travel компаниясында амбассадор керек дейді, жаңағы блог жүргізетін сол жақта. И мен видео түсіріп жіберемін, и Алланың қалауымен өтіп кетемін. Мен 8 август күні барамын, 8 тамыз күні, и айтамын ол кісілерге, контент бұл жақта енді қызық емес болады, сол жаққа барып түсірген әдемі болады. И ближайший дата қашан дейді, 12-сі тамыз күні Алланың қалауымен ұшып кеттім сонда. Бірінші кезекте келе жатыр, енді көзді жұмып барасың ғой. Түсіндіреді, ләбайк Аллахуманы айтасың, жида тоқтайсың, киіміңді ихрам халіне енесің, и келе жатыр, көз жұмып келе жатыр, қарамандар дейді, бірақ мен қарап қойдым. Қайттан жаптым да келе жатыр. И жанымызда 1-2 адам болған, біреу жылап жатыр ар жақта, жас жігіт жылап жатыр кәдімгідей, бір апашка жылап жатыр. Бірақ мен жылай алмаймын. Айтамын да, мен жүрегім тас болып қалған ба деймін де, соншалықты жылай алмаймын. Қағбаны бір айналдық, айналып болған 2 рәкат намаз оқығаннан кейін, бірақ түсіндім да, мен осында жүргенімді, мен сол уақытқа дейін түсіне алмадым, мен сол жақта Меккеде жүргенімді, құлшылық жасап жүргенімді. И ар жақта неше түрлі адамдар бар, жаңағы әр мемлекеттен келген, әртүрлі дінді ұстанады, әртүрлі жаңағы мазхабтар дейді ғой, мазхабтарды ұстанады, қара нәсілдісі бар, азиаттар бар, малайзийцтар бар, европейцтар бар. Бұлай қарап отырмын да, и бұлай қарасам бүкілінің мақсаты бір, Алланың разылығын алу, бәрі құлшылық жасауға келген да. Коляскамен адамдар жүреді, ауру адамдар жүреді, бай адамдар жүреді, қарапайым кедей адамдар жүреді, бірақ барлығы бір дейді ар жаққа барған кезде. Ешкіммен ничем не мериться дейді бір сөз айтқан кезде. Ар жақта бәрінің мақсаты сол Алланың құлшылығы да, ең бастысы. Сол Меккеде бір түсінгенім, намаз уақыты болады. Намаз уақыты болған кезде бүкіл жұмыс тоқтайды. Андай кәсіп болсын, не болсын, бүкіл тоқтайды, барақта намазын. Бүкіл жерде намаз жасағанға, дәрет алғанға, сонымен бүкіл жағдай жасалғанда, и мен сол кезде таң қалдым да, оказывается, намаз оқу деген қиын емес екен ғой деп. Алдында мен намаз оқымайтынмын, қазір енді альхамдулилля 5 уақыт намаз оқып жүрміз. И мен келгеннен кейін өзіме сұрақ қоя бастадым. Қазақстанда, мысалы, енді мұсылмандардың саны көп қой. Менің алдында менде өзімде восприятие андай болатын. Дін жолында жүрген адам ол бір строгий, сақал былай несі көтерілген, шалбар көтерілген. Сондай идеологияны құйып тастаған екен да бізде, мысалы, телевидениеден, әлеуметтік желілерді қарасаң, мұсылман деген жаңағы бірінші сұрақ қоймай сіздерге, мұсылман деген қандай болу керек? Мұсылман деген кім дегенде? Ол бізде жаңағы телевидение арқылы бізге миымызға, санамызға құйып тастаған екен да, мұсылман адам бір қиын адам, бір терроризм, басқа бір қоғамға зиян келтіретін адам сияқты қалдыр. Сол түсінгенім сол, жалпы мұсылман адамның келбеті, жаңа пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады, зиянын жаңа тигізбейтін да, тек қана жақсылығын тигізетін. Енді сіздердің ойларыңызша қазір бір интернетті ашсақ, ғаламторды ашсақ, бір пропаганда болып жатқан сияқты да осы дінге байланысты. Осыған дінге қарсы ма? Дінге қарсы, иә. Мысалы, хиджаб мәселесі көтерілді осы жақында да. Сонымен қатар жаңағы басқа да мәселелер осы дінді бір ысырып тастамақшы болып жатқан сияқты. Бағана өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы жаңағы КСРО кезінде, совет заманы кезінде адамдарды басқаруға ең қолайлы дүние ол не? Діні жоқ адамды басқару оңай дейді. Не айтсаң соны істейді дейді да. Сол үшін сол мезетте дінді ұстану қатаң тыйым салынды да. Қазақстанда бізде қалай болып жатыр сол адамдарды басқару мақсатында? Бізде менің ойымша бар ғой, дінді ұнатпайтындар жоқ емес, бар да. Енді әркімнің өзінің құқығы. Біз құқықтық зайырлы мемлекетпіз, демократиялы мемлекетпіз. Кім қандай дінге сенемін, кім қандай құлшылық жасаймын, оны өзі біледі. Ең бастысы оның діні мен құлшылығының бостандығы басқалардың бостандығына зиян тимеу керек. Ең басты мәселе. Ол барып, мысалы, мен құлшылық жасауым керек деп, бүкіл мәшинелердің барлығы өтіп жатқан жолға барып тұрып алып намазын оқыса, ол болмайды олай. Оның намазы
өзі ешкімге зиян тимейтін жерде болсын. Үйінде бола ма, мешітінде бола ма, болмаса мысалы үшін басқа орында болса да, енді ол тыйым салынбаған ғой, басқа орында болса да ол ешкімге зиян тимейтін бұрышқа барып оқса оқып алсын намазын. Ақыры қаза болып кететін болса, мысалы. Сол секілді басқалардың да көзқарасы ол басқа діннің өкілі болсын, немесе басқа бір идеологияның ұстанушысы болсын, болмаса атеист болсын. Қазір енді мода болып жатыр ғой тәңірші деген. Мен тәңірші деген бар дегенге, тәңіршілік деген дін бар дегенге қатты сене қоймаймын. Белгілі бір деңгейде тәңіршілікті шекпен қылып киіп алып қимылдап жатқандарды көріп отырмын. Өкінішке орайды. Сондықтан олардың барлығы менің ойымша ең бірінші кезекте осы мына конституцияның, біздің конституциямыздың, біздің дін туралы заңымыздағы принциптерді ұстану керек, соны сақтау керек. Соны біз ең бірінші кезекте. Былай қарағанда мұсылман діндарлар, намаз оқитындар барлығы агрессивный, анау мынау дедік та біз мысалы үшін. Шын мәнінде дінді ұстанбайтындар, немесе исламды, мынау діндарларды ұнатпайтындар более агрессивный болып шығып жатыр. Біріншіден. Екіншіден, толеранттылық солардың тарапынан жоқ. Былай қараған аузына келген құсып, шектен шығып, сөгіп, мысалы үшін қажет болатын болса, біздің 12 ғасырдан бері бабаларымыздың барлығы да қастерлеп келген, сыйынып келген, сеніп келген қазір Аллаға, одан кейін пайғамбарымызға тіл тигізу. Соны балағаттау деген әңгіме көбейіп бара жатыр да. Сосын бұл жерде бір мәселені тағы да мен ойлаймын да. Бір кісі бар, көпсіміз білеміз, жалпы біздің құндылығымызға да, дәстүрімізге де қайшы тірлікке барды. Мен атын атамай қойайын. Көзімізді бақырайтып тұрып, жасайтын жасады мысалы. Жұлдыз болып жүрген кісілердің біреуі. Сол кісінің атын атап тұрып, бір басқа бір апамыз шықты да айтты. Ол біздің қазақтың қыздарына үлгі болатын әйел емес. Оған ешқандай оны жарнамалай бермеңдер. Оны телевизордан көрсете бермеңдер. Біздің қазақтың қыздары оған еліктемеу керек. Деп айтқан кезде ана кісі айтты. Мен сені сотқа сүйреп, оңдырмай жіберем деп ескерту жасағанда, болды, ана кісі де тыйылды. Қалған барлығы тыйылды. Бітті, ол қанша мысалы үшін ана кісі солай қоғамға үлгі болмайтын нәрсені жасап жүрсе де ешкім демейтін аужа болып қалды. Неге мысалы үшін сондай бір жеке адамның құқығы қырғын конституция мен заңмен қорғалады да, біздің ешкім тиіспеу керек, ешкім тілдемеу керек, ешкім балағаттамау керек. Біздің қасиетті өзіміздің Раббымыз, жаратушымыз, пайғамбарымыз, енді өзіңіз айтып отырсыз, зайырлы мемлекет дегенде сақталу керек. Осы мәселеге бұл жерде ешқандай мысалы үшін ол әркімді сен балағатта басқа қылып керек жоқ. Барлығымыз заңды сақтайық, болды. Дұрыс айтасыз. Заңды сақтайық. Заңда діни сенім бостандығы қамтамасыз етілген. Діни араздықты тудыру, біреудің діни сеніміне тіл тигізу, оны балағаттау, немесе оны жаңағыдай кемсіту, дискредитация, дискриминация жасау барлығы бізде тыйылған. Соны сақтайықшы. Мен бүкіл мысалы үшін барлығын діндарларды болсын, дінсіздерді болсын, атеисттері бар, тәңіршілер барлығын осыған шақырады. Әркім кім неге сенеді? Алла тағала Құран кәрімде бұл принципті айтып кеткен. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әмір етіп айтады. Құл дейді, фәмән ша'a фәлюъмин ва мән ша'a фәлякфур. Аяттың мағынасы не? Айтады, сен айт оларға дейді, кім қаласа иманға келсін дейді. Кім қаласа Аллаға сенсін, мұсылман болсын, қаласа кәпір болсын дейді. Әркім өзі шешеді. Дұрыс айтасыз. Кеше президентіміз де айтты, өзі шешу керек деп. Дұрыс айтасыз. Сол секілді әркім өзі шешеді. Енді сен барасында біреудің шешіміне кіріп, сен мынандай болуың керек, андай болуың керек деп. Давайте ешкімге навязывать етпей қояйық еш нәрсені. Дұрыс айтасыз, Ереке. Енді осы тыңдаса, тыңдайтын құлаққа насихатын тыңдайды, тыңдамайтын құлаққа өзі біледі. Дұрыс айтасыз, Ереке. Қаласа барады да тозаққа түседі, қаласа жәннатқа түссін. Дұрыс айтасыз. Ол әркімнің өзінің құқығы. Ереке, енді мынандай мәселе болып тұр. Дұрыс па Дәке? Дұрыс айтасыз. Негізі мен сіздің бағана сіз сұрақ қойдыңыз ғой, мұсылман қандай болу керек деп. 8 миллиард адам болса, ол жалқы, 8 миллиард түрлі мұсылман болады. Бойындағы қасиеттерімен.
Мысалы қазір сіз айтып отырсыз, дінге қарсы шығып жатыр деп. Әрбір нәрсеге, когда есть сопротивление, кез келген уақытта болады. Негізінде менің де өмірімде кездескен адамдар былай сені дінге алып келген или саған бір мұсылман, сен уже мұсылманды сол дінді сол кісімен бірге үйлестіріп кетесің, бағанағы әйелге неткен сияқты. Негізі ол адамның қатысы жоқ қой дінде. Ол да мұсылман, кез келген адам қателеседі. Біз ананың қателесігін көрген кезде бізде разочарование кетеді. Бізде неден разочарование кетеді? Бізде діннен разочарование кетеді. Адамнан емес. Біз адам мен дінді бір-біріне тіркеп қоямыз. Негізі дін бөлек, адам бөлек. Ол адам жай ғана өткізгіш или проводник, сол саған дінге сен кішкене кіргізген. Біз не істейміз үш сөз бар ғой, имамның айтқан бір сөз бар еді ғой, істеген айтқан істе, істеген істеме деген сөз бар ғой. Қазақта сондай бір енді келе жатқан бір мақал сияқты бар да. Керек өзі қазына жоқ. Жоқ, енді біз не істейміз, бізде ұстаздарымыз болды, сол ұстаздарымыздың артынан жүрдік, сол кісілер бізге білім берді, сондай алып келді да, и бір уақытта сол адамнан разочарование кетесің да. Сол кезде ол адамнан разочарование келген кезде мен 5 уақыт намазға келіп сөйтіп келіп жүрген, одан кейін 5 уақыт намаздан да бір мұсылмандай адам осындай болса деп ондай болмай-ақ қойдым деген сияқты бір көңілім қалып қалды да. Соданша сол кезде мен негізі ол жай ғана пенде, маған Алланы таныстырған, жақындатқан, оған мен слишком көп андай ожидания қойып тастап сөйтпеуім керек екен да. Сондықтан дін ол бөлек, мұсылман енді қалай мұсылман өзі сол дінді қалай ұстанып жүр, сол қанша түрлі адам болса сонша түрлі ұстанады да. Адам идеальный, дін идеальный дейді ғой. Енді осы жерде бір мәселені көтеріп кетсек, мен қоса кетейін бағанағы мәселеге. Мысалы біз дамыған елдерді мысалға аламыз да, солар секілді болуға бір кәдімгідей насихаттап соны армандаймыз. Европада, Америка мысалы, Япония мысалы деген секілді. Түркияны мысалы біз қызығамыз, Малайзияға қызығамыз, Сингапурға қызығамыз мысалы да. Ол елдерде өткен айларда ғана мен Америкада болдым. Діни бір негізде бір-бірін шұқылау, сен сақал қойып апсың, сен жаңағы орамал тағып апсың, болмаса сен балаң қысқарыпсың, сен балаң ұзарыпсың деген әңгіме жоқ. Әркім өзінің. Яғни мына жерде мынандай мәселеге біз мән беруіміз керек та. Мәселе сыртқы атрибуттарда емес, сыртқы пішінде емес, мәселенің барлығы адамның ішкі жан дүниесінде. Мәселе мынау адамның миында, басында не тұр, қандай білім бар, немесе қандай ой бар, қандай интеллект бар, мәселе сода. Біз датаво сондай бір ойлау қабілеті, бағалау қасиеті төмен бір қоғам болып кеттік те, өкінішке орай. Тек қана сыртқы атрибуттармен күресеміз. Вот ана дамыған елде ондай не жоқ. Біз сыртқы атрибуттарды әкелеміз де тек қана Ауғанстан, Иран болып кетеміз деп қорқытып үркіте береміз. Бұл таза мысал үшінге анау жаңағы исламнан қашырғысы келетін, дінді жеркенішті көрсеткісі келетін жаңағы атеистердің немесе исламға қарсы негатив пікірдегі тараптың іс-әрекеті. Неге біз тек қана Иран, Ауғанстанды, дұрыс, Иран, Ауғанстан саяси тұрғыдан құлдырап солай болып тұр. Мәселе бұл жерде саяси шешімдерде, саяси құрылымда мәселе ол дінде емес. Ал дінге келетін болсақ, Түркия мұсылман елі, проблема жоқ. Малайзия мұсылман, Сингапурдың анау басшысы өткенде келіп кетті ғой Қазақстанға. Әйел кісі орамалда, в чем проблема? Америкада мысалы, вообще ол мектептерде ондай бір діни негізде вообще проблема жоқ, бір-бірімен келіспеушілік деймін. Англияда мысалы үшінге, мүмкін лордтардың елінде тағы да проблема жоқ. Ананы да құрметтеп отыр, мынаны да құрметтеп отыр деген секілді. Көрдіңіз бе? Сондықтан сондай бір біз ақыры мемлекет, құқықтық мемлекет, зайырлы мемлекет, демократиялы мемлекет деп болдық дедік па, онда соны сақтауға тырысуымыз керек. Двойной стандарт ешқашан жақсылыққа апармайды. Әділетсіздік. Бізде ғұламаларымыздан қалған мынандай сөз бар. Егер дейді, мемлекет әділ болатын болса дейді, мемлекет ол қоғамы бар, жүйесі бар, барлығы. Ол мемлекет кәпір болып тұрса да, мұсылман емес мемлекет, онда Алла тағала оған ұзақ ғұмыр береді дейді, даму береді дейді. Әділ болып тұрса. Двойной стандарт жоқ.
Көрдіңіздер ме? Ал егер мемлекет әділ болмаса дейді, залым болса дейді, двойной стандарттармен жұмыс жасайтын мемлекет болса, ол қоғамы бар, мемлекеті бар барлығы. Онда ол мемлекет мұсылман болып тұрса да, яғни ол мұсылманбыз деп көпшілігіміз мұсылман, 75%-ымыз, 80%-ымыз, немесе 90%-ымыз мұсылман деп тұрса да, ол мемлекетке даму бермейді. Ол мемлекетті Алла тағала ғұмырын ұзақ қылмайды. Жақсы Нұреке, мынандай сұрақ енді. Қазіргі таңда көп нәрсе былай да, мысалы, жақсы ұл тәрбиелеймін десең дейді, оған айтпа дейді, оған көрсет дейді да, например. Сол сияқты біз мұсылманның бейнесін, қазіргі заман мұсылман бейнесін іс-әрекетпен көрсету керек сияқтымыз да, мысалы. Сен мысалы біреуге барып, сен дінге кел, намаз оқы деп айтсаң, ол айтады, тыңдамайды да. Ал сен успешный бол, сен бизнесмен бол, сен жетістікке жет, сен қоғамға да пайдаңды келтір, сөйтті өзің намазыңды оқы. И жастан өсіп келе жатқан жастар көреді де, значит, бұл жақта ақиқат бар. Іс-әрекетпен көрсетіп ең үлкен насихат. Соны қазір енді бізде бір түсініспеушілік болып жатқан сияқты да. Мысалы, қазіргі таңда былай қарап отырсақ, көптеген ағаларымыз бар, көптеген жетістікке жеткен жұлдыздар болсын, кәсіпкерлер болсын. Осы бір провокационный момент кетті да, қазір елдің бәрі жан жақтан таралып отыр. Жаңағы айтпақшы, дін не идеальный, мұсылман не идеальный деген жалғап тастауға да. Соны жалғап тастамайтындай, осы құлшылық жасайтын адамдардың санын көбейту үшін не істеу керекпіз біз? Іс-әрекетпен өте дұрыс айтып жатсыз да, Жеке. Іс-әрекетпен көрсету ол насихаттың үлкені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәуірінде мынандай оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам умра жасауға бет алады. Әлі Мекке мұсылмандардың қолына өтпеген. Худайбияға барады. Умра жасауға кімдер кіргізбей қояды? Мүшриктер, құрайыштар. Рұқсат бермей қояды. Ары әрекет жасайды, бері болмайды. Сонымен не істейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерден қайтамыз дейді. Сол жерден құрбандығымызды шалып, шашымызды алып қайтамыз дейді. Сахабалар келіспейді. Сахабалар, яғни үмметтің пайғамбарына келіспей қарсы шығып тұр. Біз ниет қылып шықтық, соғыспен болса да, шайқаспен болса да кіріп умрамызды жасаймыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, енді Алланың әмірі ғой, енді пайғамбарымызға келіп тұрған. Оны қаламайды. Оған себебі құлшылық мақсатында шыққан адам барып шайқасып, соғысып, қан төгіп жатса болмайды оған. Осы жерден қайтамыз деп ауызша айтады сөзбен, қабылдамайды. Сонымен Умму Салама анамыз, пайғамбарымыз үлкен кісі болған ғой енді, пайғамбарымызбен сол сапарда бірге болады. Сөйтіп шатырына кіріп Умму Саламаға айтады, мына үммет апатқа ұшырайды деп тұр, пайғамбарына қарсы шығып жатыр дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз жыларман болып кіреді, уайымдап. Сол кезде Умму Салама анамыз айтады, о Алланың елшісі, сіз оларға ешнәрсе демеңіз болды дейді. Сөз өтпейді. Сөз ол жерде жүрмейді, бітті. Умму Салама анамыз айтады, сіз шығыңызда өзіңіз құрбандығыңызды шалып, өзіңіз шашыңызды алдырыңыз. Өзіңіз құрбандығыңызды шалып, өзіңіз шашыңызды алдырыңыз. Ешкімге ешнәрсе демеңіз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, табылған ақыл екен дейді да, тәуекелдеп барып, өз құрбандығын шалады, шашын алдырады, сол жерден қайтатын білдіріп, болды, сапар аяқталды деген. Сахабалардың бәрі көріп тұр болса да, жайлап біртіндеп шаштарын алдырып құрбандықтан шала береді. Яғни іспен көрсетеді, сөйтеді бұл жерде. Яғни сахабаларды, үмметті Алланың қарғысынан Умму Салама анамыздың себебімен сақтап қалып тұр. Сондықтан біз іспен көрсететін болсақ, шын мәнінде қарым-қатынасымызбен. Ол жаңа өзіңіз айтқандай, Жанбек айтып отыр ғой бауырымыз. Мұсылман адам деген бір строгий, қатып қалған, жаңа күлмейтін, ешқандай бір әзілдеспейтін, сондай бір жаңағы көріністі, сондай бір тұлғаны әбден басымызға қатырып алғанбыз да, шын мәнінде олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әзілдескен. Пайғамбар, біздің дініміз барлық заманға, барлық мекенге жарайтын дін. Біздің дініміз ол шынайы жағдаймен сол замандағы, сол орындағы, сол ауылдағы, сол қоғамдағы санасатын дін. Қажет болатын болса, біздің дінімізде мынау әдет ғұрыптар негізге алынады. Әр елдің, әр ұлттың әдет ғұрпы шариғаттың үкімін қалыптастыруда негізге алынады. Әл-адату мухаккама деген қағида бар. Егер ол әдет ғұрып шариғаттың негіздеріне қайшы келмесе,
кеңінен әдет ғұрып деген не ол? Әрбір қоғамның кеңінен тараған күнделікті іске асыратын әрекеттері немесе сол қоғамдағы сондай бір құбылыстар, жағдайлар ол. дұрыс айтасыз. Енді мұндай сұрақ қазір Сондықтан біздің дініміз ол бір жабылып қалған немесе ешкіммен санаспайтын ондай дін емес. Құдай сақтасын. керісінше дейсіз ғой. Аха. Сөз айтайыншы, мен енді өзімнің наблюдениемді айтайын, байқап жүрген. Кезіндегі сіз айтып отқан сахабаларымыз күшті жұмыс жасағанда, жұмыс атқарғанда, еңбек еткенде. Қазір соншалықты бір жұмыс жасалып жатыр ма біздің мысалы діни басқарма жағынан, или халықпен жұмыс жасаған кезде сондай бір мен білетін 5 уақыт намаз кезінде бір болады, жұмыс атқарылады. Сосын қатты бір андай бір халықпен жұмыс дейді ғой, халықпен жұмыс, пиар, маркетинг жағынан сондай қазір қосып отыр, сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Діни басқарманың мен қазір бұл жерде өкілі, мүшесі емеспін. Негізінде былай өзіңіздің бақылауыңыз, наблюдениеңіз. Мен шығыстану факультетінде жұмыс жасаймын. Қазір ол жүйеде емеспін. Бірақ енді мен ол жүйеде болғам, имам ретінде қызмет еткем. Имамдардың біраз жасап жатқан қызметі жоқ емес, бар. Имамдардың қоғаммен байланыста, мынау әлеуметтік желіде жасап жатқан жұмыстары жоқ емес, бар. Бірақ енді бәрібір жеткіліксіз. Ол кейде мысалы үшін техникалық проблемалар болады, кейде интеллектуалдық кедергілер болады, кейде саяси бір өзін ішінаралық саяси бір проблемалар болып қалады да, соның кесірінен белгілі бір деңгейде кеңінен дамымай жатқан секілді. Сондықтан да кеше мысалы үшін Аманжол Алтаев ағамыз мысалы өзінің ескертуін айтып жатыр біздің муфтиятымызға. Себебі неге? Себебі олар көріп отқан жоқ. Жаңағыдай кедергілердің кесірінен дамымай қалып жатыр, көрінбей қалып жатыр да. Болмаса имамдардың мынау жалпы муфтияттың қызметкерлерінің атқарылып жатыр дейсіз. жасап жатқан жұмыстары өте көп. Оны жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ әрине дамыту керек. Ол кең тақырып екен жалпы. Қамту керек. Келесі мәселе былай ол жөнінде мысалы үшінге көптеген мысалы идеяларды іске асыру керек. Береке, енді жақсы, бұл болашақта жасалынатын дүние, жасалынып отқан дүние деп ойлаймын. Жалпы енді мынау ислам және бизнес тақырыбын қозғасақ, жалпы кезінде мысалы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кәсіппен айналысқан дейді. Сахабалары да кәсіппен айналысқан дейді да, мысалы. Сол сияқты көп адамдар мысалы құлшылыққа келуі мүмкін, бірақ үйде жатуы мүмкін, Алла тағала берсе береді деп. Негізі сол мұсылманның қазіргі заманауи көркем тұрғыда осы ислам дінін насихаттайтын, іспен насихаттайтын бағыттардың бірі успешный болу, бизнеспен айналысу, жетістікке жету, ақшан түссе зекет бер, садақанды бер, жақынына көмектес, туған туысқаныңды байыт, одан артылып жатса достарыңды байыт, одан артылып жатса халыққа бер дейді да. Сол сияқты енді қазіргі таңда ислам және бизнеста қолданылатын қағидаттар, сол ислам дінінде ұстанылатын, мысалы, может быть, пайғамбарымыздың ұстанған бір әдеттері бар шығар, мысалы, бір нәрсе сатылым жасадың ба, үстінен там 3-тен 1-ін қос дегенде, сол қандай бағыттар бар? Енді біздің дініміз ол тек қана ақиреттің діні емес. Біздің дініміз ол мынау дүние мен ақиретті қатар алып жүруді міндеттейтін. Алла тағала Құранда айтады: "Уәлә тәнсә насибәкә минәд дуния". Яғни сен мына дүниеден өзіңнің несібеңді ұмытпа дейді. Өзіңнің несібеңді, сен бізде дүниені тәрк ету деген ұғым бар, бірақ оны біз қате түсінеміз да, мүлдем дүниеден баз кешіп, дүниені мүлдем қабылдамау, дүниенің шаруасын реттемеу деп кейде қателесіп қаламыз. Мешіттен шықпай отырып алу деген секілді. Дүниені сен яғни жүрегіңде емес, қолыңда ұстайсың. Дүниені тәрк ету осы. Дүниені қолыңда ұстайтындай қылып. Сол кезде дүниені қолыңда ұстасаң, дүниені сен басқарасың. Яғни негізгі принцип осы. Дүниені тәрк ету деген мағына осы. Зухд дейді оны арабшада. Сен қолыңда ұстап өзің несібеңді аласың. Ал жүрегіңде болатын болса, дүние жүрегіңе махаббат ретінде кіріп кетсе, ол дүние сені құл қылады. Яғни біз қазақ айтамыз ғой, дүние деген ол ақша деген қолдың кірі дейміз. Міне, қазақ осыны айтып отыр. Яғни сен дүниені қолыңда ұста, сол кезде сен оны
керек емес кезде мысалы харамы болатын болса тастай саласың. Зекетін қиналмай бере саласың. Көрдіңіз ба? Сосын ол нәрсе болмай қалса, сен оның артынан жүрек ауру болмайсың. Инфаркт болмайсың, немесе инсульт алмайсың деген секілді. Банкротқа отырдың ба? Қолдың кірі кетті. Жуып тастағенде қолдың кірін тастап кеткен уақытта сен мысалы үшінге көп қиналмайсың. Сол секілді мысалы. Көрдіңіз ба? Сол кезде сен жомарт та боласың. Көрдіңіз? Демек, дүниені біз несібемізді аламыз, Алла тағала Құран кәрімде айтқандай. Сонымен қатар біз дүниені қолымызда ұстаймыз, сол несібемізді. Сол кезде біз мына дүниеге қатысты ешқандай мына діни біздің міндеттерімізден кейбір адами қасиеттерден аттамаймыз, қолымызда ұстайтын болсақ. Дүниені біз басқаратын болсақ. Дүниені уақытша нәрсе, матаул ғурур дейді. Бұл дүние деген, яғни ол біздің мәшинеміз, ол біздің көлігіміз, шоттағы жатқан ақшамыз, немесе ашып қойған дүкеніміз, басқа адам мысалы жасап жүрген бизнесіміздің барлығы да матаул ғурур. Матаул ғурур деген, яғни бізді уақытша алдайтын, алдамшы, уақытша ғана бізге пайдасы тиетін дүние деген сөз. Мәңгілікке пайдасы тимейді. Сізге мәңгілікке пайдасы тимейтін, уақытша ғана пайдасы тиетін нәрсе үшін сіз бүкіл принциптеріңіз немесе өмірлік бір маңызды дүниелеріңіз кешіп бермейсіз ғой. Бірақ мәңгілікке пайдасы тиетін болса, мәңгілік сіздің жаныңызда болатын болса, онда құрбандыққа барасыз. Мысал үшінге мен сізге айтайын, машинаға біз уақытша дүние деп қараймыз, дұрыс па? Былай қара. Сіз көлігіңіз үшін кейде мысал үшінге өміріңізге қауіп төніп тұрған болса, онда көлігіңізді кеш жібересіз. Көлігіңіз сатасыз, операция жасатасыз мысал үшінге. Дұрыс па? Бірақ біздің жарымыз, бала шағамыз, ол бізбен бірге мәңгілікке жәннатта болу керек. Біздің өмірлік серігіміз, мәңгілік бол деген бізге ең жақын адам. Біз отбасымыз, бала шағамыз үшін мысалы өзімізді құрбан етуге барамыз. Оларды сатып жіберіп, мысалы, операция жасамаймыз, Құдай сақтасын. Немесе машина алмаймыз дейсіз. Немесе оларды сатып жіберіп, машина алмаймыз. Көрдіңіз бе? Сол секілді болу керек. Бұл дүние деген, ол қолдың кірі секілді ұстау керек та. Сосын бізде мысалы үшінге осы дүниенің кесірінен көп қарым-қатынастар бұзылып жатыр. Осы бизнестің кесірінен, ақшаның кесірінен мысалы үшін. Жаңа Дидар бауырымыз шет жағасын айтып отыр. Біреулерге мысалы беріп едім, сол күйінше мысалы үшін жоқ болып кетті деп. Ол хотя мысалы үшін умраға апарып жүрген, өзі мысалы дінді ұстанып жүрген азаматтар дейді. Болмашы бір ақша үшін ол мысалы үшін мұсылман адамның көңілін қалдырды. Одан қалай берсе, оған қатысты, діндарларға қатысты көзқарасына нұқсан келтірді. Қажет болатын болса, дінді ұстанып жүрген, умраға барып жүрген, умраны насихаттап жүрген адамдар осылай болатын болса деген секілді пікірге барып қалды. Болмашы дүниенің не үшін? Міне, көрдіңіз бе, егер ол мысалы сондай принциптерден аттамай, мына дүниенің шаруасын қолында ұстап реттеп жүретін болса, онда ол өзіне қатысты да пікірі дұрыс болатын еді, дінге қатысты айналасының пікірі дұрыс болатын еді. Көрдіңіз бе? Дүниені алушы да, дүниені беруші де екі қолды ұстау керек дейсіз ғой. Жүрекке алып бармай. Жүрекке кірмеу керек. Сізді ренжімейтін едіңіз, ол кісі ренжітпейтін еді. Тағы да қосып отыратын нәрсе, қазір таңда неше түрлі инструменттер бар ғой. Кайдзен бар, Нұрлан Сисенбаев ағамыздың айтып жүрген бизнес инструменттер, Жексен Васильевич ұстазымыз бар, бизнесті технологиялармен бөлісетін, қалай эффективно жұмыс істеу керек екен. Сондай бір Роза Набиевна ұстазымыз бар. Сондай ұстаздардың бір повышение квалификации сондай тренингтерін өту керек сияқты. Өйткені кейбір кезде қарайсың ғой, әнерде кеп орналастырған кездің өзінде де ана порядок, бір система, технология, техника жоқ сияқты. Ондай бизнес процедуры не выстроены, да? Келіп одан кейін аэропортта бірден таратып жатады. Оның бәрін бір бизнес процесстерінің бәрін выстраивать етіп оттащить етіп тастаса, ол менің ойымша сол бизнес менеджменттің адамдары керек сияқты. Болмаса сол жерлерде бір менеджерлар болу керек сияқты. Онда бар ғой. Білмеймін, қазір менеджмент в образовании деген бар ғой. Управление менеджмент в спорте деген мамандықтар шығып жатыр да. Сол сияқты менеджмент в религии деген сияқты. Сонда бір новое направлениелер керек сияқты, чтобы менеджмент мамандығы, управлениені, чтобы каждый элемент, каждый бизнес-процесс выстроен болып тұрған кезде развитие болады да. Мысалы, бір кісілер күшті айтады, главврач
мысалы хороший хирург не всегда будет хорошим управленцем больницы. Өйткені управленческий менеджмент алдында бір кісімен таныстым, 30 жыл бойы менеджментті оқып жүр екен да, управлениені ше. Сондай нәрселерді, білімдерді білмеймін енді, қазір білімдер өтіп жатқан шығар, бірақ қарап жатқан кезде процесстер еще не выстроен да. Сондай. Ойыңызды түсіндім, мен былай. Бір оқиға келіп жатыр мен басыма. Мен айтып жіберсем, ренжімесең. Жаңағы айтып жатыр ғой, қазіргі мысалы Қонақ сөйлетпейді екенсің. қазіргі мынау Дидар мырза, мен ұмытып кетпейін дегенім ғой. Қазіргі заманда мысалы әлеуметтік желіде дамып бастады. Мысалы Нұрлан имам екенін білмеді. Қазір мысалы Нұрсұлтан ұстаз уағыздарын айтып жүр да, например. Соны көп жастардың жүрегі ашылып, дінге деген құлшылығы артып жатыр да. Бірақ алдында ондай инструменттер болған жоқ. Соответственно, халық білмеді. Сол сияқты дінге жаңашадан бір инструменттер енгізу керек дейсіз ғой. Мысалы Нұрлан имам мен келіншегім сүйіп тыңдайды. Ол кісі былай жеңіл түсіндіреді и күлдіріп түсіндіреді, и сол кезде сол кісінің эфирлерін тыңдайды да. Мен ол эфирлерін тыңдап жүргенге мен қызығамын да, менді кішкене ислам дініне жақындасып сол инструмент сол адамдарға танылуға әсерін тигізді. Сондай сияқты инструменттер бүкіл діннің тармақтарына кіргізсе деймін. Мен бағанағы білмеймін онда. Как положено да білмеймін ғой. Мен енді сіздердің салаларыңызды толықтай білмеймін. Содан кейін менің просто ойымдағы нәрсе бүкіл инструменттерді, қазіргі бар инструменттерді бәрін оңынан пайдаланып, дамытса, әрбір нәрсені, қажылыққа барған кездегі жолдың мына әрбір жолға дейін процесстерді бәрін, регламент бәрін, соптарын жасап, дайындап қойып сөйтіп. Қазақ Тревел компаниясындағыдай, чтобы адамдарға ыңғайлы. Қазақ Тревел компаниясына жасаса әдемі ғой. Былай ғой, дұрыс, ана бизнес мәселесінде жаңағы бір діни тұрғыдан да қою керек деп айтып жатыр ғой енді. Бір оқиға болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дәуірінде. Қай сахаба екені есімде жоқ, бір сахаба құрманы өсіретін, баптайтын сахаба құрманың нелерін бұтап жатады, артық бұтақтарын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен неге бұтап жатсың дейді. Ол бұтақтарын көбірек қалдырсаң қайта жеміс келесі жыл көбірек болмай ма дейді. Жақсы дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой дейді, тиіспейді. Сол күнше бұталмай қалады. Енді бұталмағаннан кейін болса да бұтақ көп, жапырақ көп. Келесі жылы сол бұталмаған құрмалар, құрма ағаштар дұрыс жеміс бермейді. Аз болып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахаба келеді. О Алланың елшісі, сіз былтыр солай бір ескертіп айтқаннан кейін мен ананы бұтамай қойып едім дейді. Бірақ биыл жемісі азырақ болып қалды. Қалай болды бұл дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен сендерге діндеріңді үйрету үшін келдім дейді. Дүниенің шаруасын емес дейді. Дүниенің шаруасы сендер өздері қарайтын боласыңдар дейді. Сондықтан дін бизнесті үйретпейді. Дін бизнесті үйретпейді. Бизнесті қолдайды. Бизнеске қатысты, мынау сауда саттыққа қатысты қайсысы шариғатқа қайшы, қайсысы шариғатқа сай, қайсысы харам, қайсысы халал, соны айтып береді. Сондай өзінің көзқарасын білдіреді. Бірақ қалай байып кетесің, қалай мысал үшінге жаңағы дүкеннің саудасы тез жүреді, немесе қалай осы бизнесте үлкен жетістіктерге жетесің, болмаса Форбсқа қалай кіресің. Кейде мысалмен кейбір біздің дінге қатысты жаңағы блогтар жүргізіп жүрген бауырларымызға таң қаламын. Сен осылай осынша истихфар айтсаң мынанша ақша келеді деген секілді, мынанша намаз оқысаң мынанша дүние табасың деген секілді кейбір сондай бір әңгімелерге барып кетіп, сондай әңгімелерге барып жатқан кейбір бауырларымыз көргенде мен таң қаламын, қалай деп. Шын мәнінде дін бұл бізді ақиреттің бақытына жетелейтін Алла тағаланың жүйесі да. Көрдіңіз ба? Бірақ дін адал еңбекті бізге міндеттейді. Еңбекқорлықты насихаттайды. Біз еңбекқор боламыз. Ал енді ол еңбекті қалай жасаймыз? Ол дүниенің мамандар келіп айту керек. Міне былай деп. Ал діннің мамандары бұл жерде как консультант ретінде жүреді.
мынау бизнес проектте мынау тәсілдер шариғатқа қайшы емес. Пожалуйста. А мынау тәсілдер шариғатқа қайшы, ертең біреудің ақысына кіріп кетесіз, немесе бұл жерде харам қадамдар жасап қоясыз деген секілді ақыл кеңес берумен айналысу керек діни мамандар. Діни мамандар, мысалы мен отырып алып қазір бір бизнес жаңа проектілерді насихаттап отыратын болсам, мен қателесем, себебі маман емеспін мен. Ол жағынан кәдімгі мамандар әңгіме айту керек, экономистер деген секілді, көрдіңіз бе? Сондықтан осыны ажыратып алу керек. Алдында бір 30 миллионға бір бизнес тренер шақырдық, ағаларымыз шақырды 30 миллионға. Сол келіп айтқан әңгімесі значение дейді. Қандай значение бересің? Мысалы, айтып жатсыз ғой, истиғфар 100 рет оқысаң. Егер сен оқысаң, значение беріп, соған сеніп қалсаң, сам себе плацебо деген кітаптар бар. Егер сен сеніп қалсаң, сол болады екен да. Сондай бір эксперименттер бар екен. Негізі кез келген нәрсе, мен сенімді былай қабылдаймын. Егер сенім саған реально пайда әкелсе, жақсылық әкелсе, сене бер. Значение беріп, мысалы, қазір мен осы сізбен кездесуден кейін менде өмірімде осындай жақсы өзгерістер болады деген сондай бір мағына беретін болсам, өзім сондай мағына болады да. Мен оған сенсем, солай болады да. Сен неге сенесің? Сол болады екен да. Бірақ ол қағида емес. Ол проблема қағида емес. Ол инструмент ретінде. Инструмент ретінде біреу мысалы үшінге өзінің жеке бағана сіз айттыңыз жалқы деп. Жалқы жағдай соған сенді, шын мәнінде болды. Бірақ сен жалқы жағдайды жалпы қағида қалыптастыра алмайсың. Оған негіз болу керек. Мысалы үшінге жалпы қалыптасқан қағида кім 5 уақыт намаз оқып, намазын қаза қылмай, намазын бәрі түгел болатын болса, ертең ең бірінші ол намаздан сұралады. Егер намазы дұрыс болып, қабыл болатын болса, иншалла Алла тағала қалған майда шүйде күнәларын кешіріңдер деп ол жәннатқа кіреді екен деген бізде қатып қалған қағида бар. Бұны айта аламыз. Сен 5 уақыт намаз оқыдың, Алла қабыл етті, ақиретте ең бірінші намаздан сұраласың. Ертең иншалла Алла қаласа, Алла солай шешсе, сен жәннатқа кіресің деп айта аламыз. Бірақ 5 уақыт намаз оқыдың, негіз жоқ та оған. Сен 5 уақыт намазыңды 40 күн толық оқып жүрсең, ертең Құдай қаласа бірден саған мысалы үшін анау бар ғой, как стать триллионером деген бір кітап нелер жүргізіп жүр ғой бір жігіттер. Енді мен атын айтпай ақ қояйын, аттарға кіргім келмейді мен. Ол мен онша көңіліме толмайды. Діни мысалы үшінге діни үкімдерді, діни құлшылықты мысалы негізсіз сен осылай байып кетесің, бизнесің алға жүріп кетеді, успешный бизнесмен болып кетесің деп негізсіз солай уәде беріп не қылу, ол белгілі бір деңгейде халықты алдаудың түрі секілді. Мысалы дінді инструмент деп қарайды. Инструмент влияние, правление страной. Как инструмент ретінде қарайды да. Кезінде мысалы, енді кезінде ұлы отан соғысына біздің азаматтар шақырған кезде сондай бір халқына ханына қарсы шықпау керек, соғысқа барып отанды қорғасаң шейіт боласың деп әскерге алғанда, мысалы қарап тұрсаң, инструмент ретінде қарағанда ислам дін. Менің ойымша, мысалы мен дінді как бизнеске өзім алған кезде өзіме сұрақтар жауап тарта аламын. Кез келген нәрседеші. Мысалы мен отырамын да, я Раббым Алла маған жеке жалқы жағдай. Менде қалай болады? Ол қалай? Если ол менде жұмыс істесе, мен адамдармен бөлісімде, смотрите, у меня сработало. Мен Алла тағаладан сұраймын, я Раббым Алла, мен адамгершілігімді молайтшы деп. Мен Стивен Ковидің кітабын оқимын, 7 высокоэффективных людей. Қарап отырамын да, значит, мен адамгершілігімді өсірсем болды. Неге адамгершілік? Адамгершілік уақытында келеді, кешікпейді. Адамгершілік адам айтқан сөзінде тұрады. Сол өзінің адамгершілігімді, сен қаншалықты крутой переговоршы, қаншалықты мықты адам, мықты бір инструменттерді үйреніп алғанмен, сен ішің негізің дұрыс болмаса, бір 3-4 айдан кейін долгий басқадан біліп қояды, сен ішің дұрыс емес екенін ше. Мен қосып кетейін. Мен ұмытып қалайын деп тұрмын. Америкада бір қазақтың баласын көрдім. Жаңа адамгершілік дегенге қосайын деп отырмын да. Ол 26 жасар бала. Өзі компания ашып алған. Барғанына 5,5 жыл болыпты. Компаниясында қазақтың 23 баласы, тәжіктің 1 баласы, өзбектің 1 баласы жұмыс жасайды. 25 жігіт жұмыс жасайды компаниясында. Компаниясына кәдімгідей
төрт үлкен компания қажетті көлікті алып алған, өзі жақсы көлікке мініп алған, сол жақта үйленген, бізді бір күн 2 күн қызмет жасап қонақ қылып Чикагода сөйтіп жүрді да. Енді сырттан ана жігітке байланысты айтылған пікір басқалар айтады. Ол жігіт қалай солай нәтижеге жетті дейді. 4-5 жылдың ішінде 26 жасар бала. Университет бітіргенде кетіп қалған. Америкаға мен қызмет жұмыс жасаймын деп. Ол жігіт дейді, бүкіл алған тапсырыстармен уақытында бітіреді дейді. Сосын қандай қиындық, анау сылтауды вообще қабылдамайды дейді. Қандай қиындық болсын, қандай кедергі болсын, қандай ауа райына байланысты, техникалық немесе басқа денсаулыққа байланысты қарамайды, тапсырысты алған жұмысын уақытында орындап, бүкіл жаңа уәдесін бәрін орындап, солай адал тапсырады дейді. Қарым-қатынасында өте адал, қарым-қатынасында өте жаңа корректно. Сондықтан ана американецтер дейді, жұмысында соған бере береді дейді. Себебі сенген, сенімге кірген әбден. Көрдіңіз, өзін құрметтете білген. Сондықтан жаңағыдай бизнесте жетістікке жетті. әлі 30-ға толмаған бала Америкада, Чикагода үлкен жетістіктер жетіп жүр. Тамаша. Есімін айтып қойсаңызшы. Мен айтарым, сол адамгершілік деген, мен сол оқыған кезде, адамгершілікті оқыған кезде адамгершілік түсіндім мен. Адамгершілікті қайдан өсірем? Ярамалы мен адамгершілігімді ұлғайшы деген маған ұстаздар берді. Роза Набиевна ұстазым кезікті. Және де мен ислам дініне келдім ғой. Сонда түсінгенім, дінде, сен дінді егер оқып, біліп, Алланы танып білген сайын, сенің андай адамгершілігің, сонда адалдығың, сондай нәрселерің өседі екен. Сонда сол жерде ол маған не үшін керек? Бизнеске алған кезде, как накладывать бизнес? Долгосрочное партнерство. Бағана айтып отырсыз ғой, партнерлармен долгосрочный партнерствоға келеді екен да. Оны сол бизнеске алып қоюға болады да. Сол кезде сенің партнерларың ұлғаяды, адам саған сенім ұлғаяды. Сенім ұлғайған сайын сенің бизнесің өркендейді деп, мен бизнесменге солай накладывать еттім бизнеске. И сөйтіп мен жұрттарға айтамын, ребята, у меня сработало, давайте. Жалқы жағдайды сөйтіп бөлісіп жатырмын да негізі. Ағалар дұрыс айтасыздар. Жалпы мен ойымша, жалпы Алланың разылығы үшін жасау керек сияқты бүкіл дүниені. Сен Алланың разылығын алуға ұмтылатын болсаң, сен екі дүниеде плюста боласың да. О дүниеде де, бұл дүниеде де. Алланың разылығын біз қалай аламыз? Жаңа 5 уақыт намазымыз бар, бекітілген парыздарымыз бар, адамдармен қарым-қатынасымыз бар. Сен отбасына, әйеліне деген, күйеуіне деген, бала шағана деген мейіріммен қарап, Алланың айтқан нәрселерін жасайтын болсаң, қоғамдағы достармен дұрыс араласа білсең, адамдармен дұрыс қарым-қатынаста бола білсең, өтірік айтпасаң, шындық айтсаң, айтқан сөзіне жауап берсең, кәсіпте мейірімділік көрсетіп, халыққа пайдамды тигіземін деп кәсіп ниеттеніп жасасаң, жаңағы айтқандай айтқан сөзінде тұрып ответственно істейтін болсаң, сонымен қатар Алланың разылығын алуға болатын дүниелер көп қой. Мысалы, Құран ол бір белгілі қағидаттар. Дұрыс қой, Алланың берген қағидаттары. Ал сол қағидаттарына дәлел ретінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті, жасаған амалдары. Сол амалдарын қайталау арқылы біз Алланың разылығын аламыз. Яғни Алланың разылығын алу үшін біз екі дүниеде плюс боламыз да. Соны енді сол пайғамбарымыздың жасаған сүннетін біз кәсіпте де қолдансақ, өмірде де қолдансақ, сол кезде біз екі дүниеде плюста боламыз. И оның барлығы жасап жатқан сөзіміз, айтылып жатқан ойымыз, айтылып жатқан сөзіміз Алланың разылығы үшін ба деген сұраққа жиі қойып жасайтын болсақ, сол кезде ақиқат сол кезде шығады деп ойлаймын. Мысалы, мен 53 шақты бизнес литератураларды оқыдым да. Оқып жүр. Енді білмеймін қаншалық екен енді. Соның ішіне қарап отырып, одан кейін ақырындап бүйтіп тыңдасаң, мысалшы, хадистарды оқысаң, осы жақта бәрі бар да. Негізгі основной глубина, негізгі көп деген бестселлерлік кітаптардың қазіргі оқып жатқан Гурджиевтің кітаптары бәрі. Гурджиев, оказывается, Ташкентте біздің ата-бабаларымыздан білім алған екен да. Сол Гурджиевтің шәкірттері қазір НЛП деймі нетіп жатыр да, неше түрлі кітаптар жіберіп жатыр. Сол кітаптардың негізгі фундаменті, негізі бәрі сол қасиетті кітаптардан алынады. Ол можно вот олардың несін емес, сол жаққа кіріп, именно с точки зрения приложения к бизнесу қарайтын болсаң бар ғой, аяқта неше түрлі жауаптар табасың. Сол мен неткім келгені ғой. Дұрыс айтасыз. Ол кітапта бәрі бар. Сен қай фокуспен, қай ракурспен оқисың, қай фокуспен. Сосын мен айтқым келген не үшін айтып отырмын? Себебі біздің мысалы
қазір бизнес литература оқитын адамдар көп. Неге? Өйткені бизнесін өсіреді, ақшасын табады. Қазір сол бизнес литература. Соны кішкене с точки зрения, енді білмеймін қаншалықты болады болмайды. Сол кітапты де күнделікті өмірлеріне пайдаланған кезде бизнес тоже олардың өмірі ғой. Өмірінде сөйтіп пайдаланса нұр үстіне нұр болатын шығар деген ойдамын да. Жақсы, ең басты мәселе жаңа өзің айттың ғой, Жәке бауырым, Алланың разылығы деп. Алланың разылығы ол ойлайды, кім ойлайды? Шын мәнінде Аллаға сенген адам ойлайды. Құдайдан қорқатын адам ойлайды. Құдайдан қорқатын, Аллаға сенген адам ойлайды. Бірақ біздің қоғам, мынау ел барлығы ондай түсінікте, ондай сенімде емеспіз біз. Біз біреуіміз сенеміз Құдайға, біреуіміз басқа бір нәрсеге сенеміз, біреуіміз мүлдем сенбейміз, біреуіміз тек қана дүниенің артынан жүрміз деген секілді. Сондықтан менің ойымша әрбір қазақ елінің азаматы, Қазақстанның азаматы, ол құндылықтар бар ортақ. Соны сақтау керек. Ортақ біздің заңымыз бар, ортақ ережелер бар. Ол анау светофор қызыл жанат, сосын сары жанат, одан кейін жасыл жанат, одан кейін қайтып айналып келіп қызыл жанат. Ол барлығымызға ортақ қағида. Ол жерде мысалы үшін қызыл жанып тұрса да, жаңа Құдайға сенбейтіндер өте берсін, пожалуйста деген әңгіме жоқ, мысалы да. Ол қызыл жанып тұрған уақытта тек қана мысалы үшін жаңағы мұсылмандар ғана тоқтау керек деген әңгіме жоқ. Сондықтан ортақ қағида бар, конституция бар, заң бар, тәртіп бар, ереже бар, ортақ құндылықтар бар, ғасырлардан жалғасып келе жатқан мысалы. Егер біз бәріміз соны сақтайтын болсақ, онда біз сондай бір гармонияда өмір сүреміз. Бізде бүкіл барлығы белгіленіп қойған, ол дінімізде де. Дінде зорлық деген нәрсе жоқ. Оны діндарлар жақсы түсіну керек. Дінде зорлық жоқ. Оны Алла Тағала Құранда бекітіп қойған. Ла икраха фид-дин. Дінде ешқандай біреуді зорлап дінге кіргізу деген нәрсе жоқ. Немесе біреуді зорлап дінден шығару деген нәрсе жоқ. Кім қаласа иман келтірсін, бағана айттым, кім қаласа кәпір болсын, өзі біледі деп Құран айтып отыр. Каф сүресінде айтады. Осыны мысалы үшін діндарлар білу керек. Сен ешкімді зорлап намазға келтіре алмайсың. Ешкімді зорлап Құдайға сендіре алмайсың. Сол секілді діндар емес, немесе дінге сенбейтіндер де әркімнің діни сенімге құқық бостандығы бекітілген бізде. Конституцияда бекітілген, басқа заңдарымызда бекітілген. Одан кейін біз Қазақстан деген елде қаншама ұлттар, қаншама дін өкілдері өмір сүріп жатқан елде өмір сүріп жатырмыз. Біз тек қана толеранттылықты діндарлардан ғана талап етпеуіміз керек. Өзімізден де. Дінсіздерден де толеранттылық талап ету керек. Тәңіршімін деп жүрген, немесе мысалы сопымын деп жүрген, немесе агностикпін деп жүрген, тағы да кім бар? Барлығы да толерантты болу керек. Тек қана намаз оқитындар емес. Намаз оқитындар бірінші кезекте толерантты болу керек. Ешкім үшін жауап бермейді. Құранда бекітілген. Уәлә тазиру вазиратун визра ухра. Ешкім үшін жауап, әркім өзі үшін жауап береді. Өзінің айтқан сөзі және істеген ісі үшін жауап береді. Болды. Әркім кім сөз айттың ба, сол сөздің сен уже заложнигісің, бітті. Істедің ба, істің заложнигісің. Сен істі істеп қойыпсың, болды, сен кешіре салайық деп заңмен мысалы үшін бір қылмыс жасап қойсаң, кешіре салмайды. Істедің ба, болды, сен оны көтересің. Сол қылмыс болатын болса, сол қылмыстың жазасын өтеп, қанша жыл бекітілген заңда соны отырып шығасың. Сондай мәселе. Сондықтан әркім өзі үшін жауап береді, біреу үшін жауап бермейді. Бірақ біз біреуге жасаған жанашырлығымыз, біреуге жаңа жасаған пайдамыз, келтірген мысалы үшін бір жақсылығымыз үшін сауап аламыз. Сол үшін рахмет аламыз. Біреуге зиянымыз тигізіп жатсақ, сол зиянымыз үшін жазаланамыз, немесе Алланың алдында мысалы үшін күнәһар боламыз деген секілді. Сондықтан анау айтады ғой, ребята, давайте жить дружно дейді. Сондай болу керек. Жәнібек, сізді шақырғаныңызға көп рахмет, Елеке. Терең біліміңізбен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Менің ойымша көп нәрселер жеңіл болу керек. Ауырлатқан нәрсенің бәрін адамдар өздері ауырлатып қойған. Все просто, бәрі жеңілдетіп, адамдарға жеңіл түрде жеткізіп, және де бағана айтып жатырмыз ғой, әр қайсысы кім болмасын кез келген адам белгілі бір деңгейге келген кезде ол іздену үстінде болады екен да, ізденеді екен да. Кейбіреулер әртүрлі
басқа бір бағыттармен ізденеді да. Кейбіреулер будданың храмдарын ұрлап кетеді. Неше енді ізденіс үстінде жүрген адамдар да олар. Сол ізденіс жүрген адамдар мен бір күні бүйтіп сұраймын ғой бір ағаларымнан. Давай я начну с первой книги, которую там түсті деймін да. Содан бастап бәрін бүйтіп по порядку оқып шығайын десем, бір ағам айтады, қумаш, короче, не істейді да, Құраннан оқи берсеш дейді да. Сол сияқты әрбір адам ішінде бір ізденеді ғой, сол кезде сол ізденген кезде қасында жүрген діннен хабары бар, дінді жеткілікті бір деңгейде өзінің білімі жеткенше деңгейінде білген адамдар бөлісіп жеңіл түрде жұмсақ түрде жеткізіп мейіріммен сіз айтқан сияқты сол қамқорлығымен жеткізілсе нұр үстіне нұр болар еді. Сол кезде ожидание реальность деген сияқты бағана мендегі сияқты адамға деген мысалы біз келеміз, қандай ожиданиемен келеміз? Біз келеміз, қазір ведущий отырады, ведущий бізге сұрақ қояды, бізге сөз береді, біз сөйлейміз, сөзімізді бөлмейді, тыңдайды, біз қонақпыз деп ожиданиемен келеміз. Ведущий тұрады да өзі сөйлейді, сосын сіздің ойыңызды ұмытып қалмасын деп айтады бағана. Содан ожидание деген нәрсенің бәрін өшіріп тастау керек екен негізі бар ғой. Басқа адамдардан ожиданиені өшіріп тастау керек. Сондықтан сен қарым қатынасың через кого-то болмау керек та. Алладан мен өзімнің түсінген түсінігім, Алладан қарым қатынасың напрямую болу керек екен да, через кого-то емес та. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Өзіңізге де рахмет. Кез келген нәрсені жеңіл, оңай түрде жеткізу. Ал достар, сіздер үшін пайдалы подкаст болды деген ниеттеміз. Жалпы бұл жақта открытый микрофон, мақсатымыз біреуге ақыл айту, біреудің өмірін өзгерту емес. Әркім өзі таңдау жасайды. Ешкімді былай алып келіп дінге кел, діннен шық деп жаңағы Ереке айтқандай не заставляем, әркім өзінің қалауы. Жалпы осы жерде айтылған ойлар мүмкін сіздерге пайдалы болар. Біз айтпаймыз, біз идеальныймыз деп. Адамдар не идеальный, тек қана дін идеальный. Сол үшін Қазақстаннан провокациялар болып жатыр, басқа моменттер болып жатыр. Сол үшін кейбір адамдарға қарап вывод жасаудың қажеті жоқ. Әр адам өзімен алыссын, біреумен алысқанынан гөрі біреудің кемшілігін іздемей, анау былай айтыпты, былай болып жатыр деп выводтар жасамай, өзімізді бірінші кезекте өзгертейік, Аллаға ұмтылайық, Алланың разылығына ұмтылайық. Бұл сіздермен болған КТ подкаст. Қазақ Travel компаниясы осы площадканы беріп отыр, сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен. Келесі жүздескенше аман есен болайық. Бүгін бізде қонақта болған Еркінбек Шоқай мырза, сізге рахмет. Шығыстанушы, исламтанушы, дінтанушы. Дидар Болтаев мырза, кәсіпкер, инвестор, бизнесмен дейік. Осылай сөзбен емес, іс-әрекетпен көрсетейік ағайын, осы нағыз мұсылманның келбетін. Келесі жүздескенше аман есен болайық. Күніміз шуақты, экономикамыз тұрақты болсын достар. Әумин. Әмин.